жер ғаламшарына бір вирус түсіп, әлемдегі барлық адам өліп қалады. Және де мынау жалғыз қалған адам тірі қалуға тырысады. Бұл Last Man атты қысқаметражды фильм, және бұны видеоның соңында көресіздер. Ал бірінші мынаны көрейік. Бұл жерде бір текст жазылған. Оны өздеріңіз Google-дан зерттеп аласыздар. Ал мен киноны айтайын. Бұл кино 1-2-3 задроттың қыздар жайлы және де тағы басқа хуйняларды айтып жүргеннен басталады. Олар қызқұмар және де әрбір қызға қырындай береді. Сосын мынау екеуі мынау жігіттің бүгін тапқан қызын мазақтап булить етеді. Сосын бұл жігіт ашуланып өзімен өзі ойнап бокстасып бастайды. Сосын олар машинаға қарай бара жатқан кезде жаңағы қара баланың кілті түсіп қалады. Және олар көлікке отырады. Сосын бір кезде жаңағы қара бала өзінің кілтін іздеп бастайды. Ол кілтті таппайды және де қазір далаға барып іздеп келетінін ескертіп кетіп қалады. Ол іздеп келе жатқан кезде кілтті басып кетеді. Және де кілт оның қолына түсіп ол қуанады. Бірақ алыстан бір қыз оған сәлем деп айтады. Бұл да сәлем қарындас қалайсың дегендей оған қарай бара жатады. Ол оған келіп танысуға келгенде анау қыз мойнынан кесіп тастайды. Ал мына жігіт машинаға жетпей құлап түседі. Сосын біраз уақыт өткен соң досы жаңағы негрді қарап келуге кетеді. Досы диджей деп жаңағы негрдің атын айтып іздеп бастайды. Іздеп жатқан кезде жердегі қандарды көріп қалады. Қанды көріп бұтына жер қоя жаздап қашады. Сосын машинаның айнасына қараған кезде досын қашып бара жатқанын көреді. Сосын жоқ болып кетеді. Сосын ол таңғалып машинадан шығып досын іздеп жатқан кезде оның артынан бір қыз пайда болады. Сосын ол артқа қарап жаңағы қызға күдікті түрмен қарайды. Бұл киноның аты Эден. Және де мен сіздерге басында жаңағы тексті Google-дан іздеңіздер деп айтқам. Іздемей ақ қойыңыздар. Эден деген мифологиялық персонаж. Ол қызқұмар адамдар көп жерде жүреді және де жаман өліммен өлтіреді. Бұл кино мына адамның өз жалғыз келе жатқанымен басталады. Себебі әлемде бір белгісіз вируспен барлық адам өліп қалады. Және де бұл әлем тыныштығы сонша, тіпті қарғалар да өліп қалды. Сосын ол бір паркқа келіп өзінің блокнотын ашады. Ол жерде барлық сызықтар сызылған. Тек қана бір сызық сызылмай тұр. Ол өз блокнотын сумкасына салып, ары қарай өз жолымен жүре береді. Сосын қаншама жол жүріп, өз үйіне жетіп, үйіне кіреді. Оның үйінде бір музыка ойнап тұрады. Және бұл музыканы жалғыздықтан псих болып кетпеу үшін қосады. Және ол музыканы өшіріп, өз істеріме айналысайын деп жатқанда, оның үйінде бір адам атып шығады. Шатаспау үшін мына жігіттің аты Дэн, ал мына жігіттің аты Алекс болсын. Дэн Алексқа қарап қатты таңғалады және сол уақытта қуанады. Сосын Дэн неше түрлі сұрақтар қоя бастайды. Сіз қалай тірі қалдыңыз және тағы басқа. Сосын қатты уайымдағаннан жүгіріп барып сізге тамақ берейін ба деп тарелканы алып жатқан кезде оны құлатып алады. Сосын Алекс баяғыда осы жерде жұмыс істедім және де осы жерде консервалар көп болған соң осы жерге келдім деп Алексқа әңгімесін айтады. Дэн өз шашып кеткен ыдыстар жинап жатқанда Алекс өзінің біртүрлі бір қаруын үстелдің үстіне шығарып жатады. Сосын Дэн бірдеңе деп ойланып қалады. Сосын Алексқа мүмкін мен әлемді құтқару үшін тірі қалған шығармын. Екеуміз ғана қалдық. Екеуміз қайтадан адамдарды көбейтейік. Біз адамзатты құтқарамыз дегенде әңгімесін айтады. Ал Алекс болса жоқ деп айғайлап қалады. Сосын Дэннің соңғы адам екенін айтады. Дэн болса қуасың ба дейді. Ал Алекс сен соңғы адамсың деп қайтып айтады. Сосын өзінің қаруын шығарып Дэнмен қош айтысады. Және де Алекс Дэннің өлімнен қорқатынын жақсы біледі. Дэн дым түсінбей қорқан түрмен отырғанда Алекс тұрып Дэнді жерге құлатып жіберіп өлтіруге дайын тұрады. Ал Дэн болса мен тірі қалғым келеді. Мен қазір қашып кетейін, сосын сен мен қусам болады. Өтінемін мен қашайыншы деп өтінеді. Сосын Алекс Дэннің аянышты түріне қарап оған тиіспей тұрғанда Дэн оның аяғына пышақ тыға салады. Ал сол уақытта Алекс оны өлтіріп тастайды. Сонымен Алекс музыканы қосып орындыққа отырып блокнотындағы соңғы сызықшаны сызып тастайды. Сонымен Алекс ол өлім. Сосын Дэн тығып кеткен пышақты алып тастап үйінен шығып кетіп қалады.